Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Дастархан батасы. Аш желініп болған соң, дастарханнан кәделі табақты келін сәлем салып, алар алдында сыйлы қонақ немесе жасы үлкен адамдардан ас иесіне, отағасына, оның отбасына арналған жылы лебіз, ыстық ықылас, жақсы ниет, ізгі тілектерді айтқызу мақсатында қауым тарапынан бата сұралады. Көбінесе үйдің кенжесі бата беріңіз деп төрде отырған үлкендерге қарап қол жайып ишарат білдіреді. Мұны астан кейін айтылатын бата болғандықтан шартты түрде ас қайыру деп атайды. Бата тілек ұйқасты, мазмұнды сөзбен айтылады. Ас қайырғанда дастархан басында отырғандар түгелімен қол жайып бата тілекке қосылады. Сол кезде бата берген кісі кетпес ырыс кең пейіл берсін, кеткенін келтірсін, кемтігін толтырсын, мал аман, бас түгел болсын, тілегі қабыл, мұраты асыл болсын. Ас бергенге бас берсін, өмірі ұзақ жас берсін, кетпес дәулет кең пейіл, қайырымды дос берсін. Әумин, Аллаху әкбар деген сияқты ұйқасты тіркестерді шұбыртып, тақпақтап бата береді. Мұны үй иесіне ілтипат көрсету ғана емес, дәм тұзды құрметтеудің үлкен нышаны деуге болады.